Көк кептер. Қыстың қарлы бұрқасын бір күнінде көп қабатты үйлер арасындағы жолда тыпырлап бір кептер жатты. Қанатымен сабалай-сабалай ақ қарды бір жағына қарай аршып тастапты. Әлсіз құқ-құқ деп дыбыс береді. Әже, ана кептерді қара деп бір кішкене қыз қасындағы үлкен кісіні тоқтатты. Не боп қалыпты ол байқұсқа, көрейік. Тыпырлаған кептер шарасыздығын көрсетіп бүрісіп қалды. Мына байқұс балалар зәбірлеп, резеңкелі немене еді, әлгі рогаткалармен атқан ғой, деді әжесі олай-бұлай қолымен қарап. Әже, үйге алып алайықшы, суықтан өліп қалады ғой, деп немересі кептерге аяушылық білдірді. Жарайды, алсақ алайық. Әжесінің даусы жарқын шығып, бүріскен кептерді қолына алды. Тек қанаты жазылған соң ұшырып жібереміз, сауабы тиер деді. Көк кептерді үйге жылы жерге әкеліп, қағаз жәшікке орналастырды. Алдына тары, күріш сияқты жем, су қойылды. Отбасы көк кептердің қасына түгел жиналып, аяушылық білдірсе, әрқайсысы өздерінше қамқорлық көрсете бастағанымен, көк кептер дәмге бұрылмады, тіпті тұмсықта тигізбеді. Мойны бұрылған күйі арқалығына қарай шалқаяқтай берді. Өзі алып келуге себепші болған кішкене қыз ұстап, сипағысы келіп ақ тұр. Қой, әзірге тиме, үйренсін. Қолыңды не көзіңді шұқып алар, деп үлкендері оған рұқсат етпей қойды. Ол сондай аянышты, көзі жылап тұр, нервный да сияқты, деп кішкентай қыз бала көңілмен сынап, бағалап та үлгерді. Арада 2-3 күн өтті. Көк кептер өздігінен жемге зауық білдірмейді. Үй ішіндегілер кезекпен тұмсығын ашып, аузына жем салды. Су тамызды. Аяғын 2-3 басады да, мойны арқалығына бұратылып, тыпырлап қалатын дағдысын көк кептер қояр емес. Әже, дәрігерге апарайықшы, мүмкін грипп шығар, деді бір күні кішкентай Сымбат. Ой, ақылыңнан айналдым сенің. Дұрыс айтасың. Расында бұл бейшараның ас суға неге зауқы жоқ, неге бұратылады, апарып дәрігерге көрсетейін, деп әжесі де қуанып кетті. Қыстың арқырап соққан бораны басылсын деп тағы бір 2-3 күн өткен соң көк кептерді кемпір құс дәрігеріне әкелді. Ораулы құстың жәшіктен шығарып жатқан ақ сол еді, дәрігер былай дейді. Бұдан 1 ай бұрын қаланың көк кептеріне төтенше инфекция келді ме, 2-3 күнде қырылып қалды. Солардың арасынан қалып қойған болмасын, деді. Мән жайды толық баяндаған кемпір. Әйтеуір неде болса қарап тексеріп, ауру болса емдейтін дәрісін берші, айналайын. Ұшуға жараса ұшырып жіберерміз. Қатарымен болсын, деді. Дәрігер тездетіп сараптауға кірісті. Көк кептердің көзінің қарашығынан, саңғырғынан сұйық алып, аппараттармен үңілді. Сөйтті де үрейленген қалпы. Қолды ұстағандарыңызға көп болды ма? Деді. 1 айдан асты. Айттым ғой сізге, бұл кептерде аса қауіпті жұқпалы инфекция бар екен. Емдеуге болмайды. Ебей, мына байқұс енді ұша алмай қор бола ма? Ұшқан нес? Өртеледі, жойылады көзі. Өйтпеске лаж жоқ. Ендігі мәселе мына сіздерде. Отбастарыңыз түгел инфекцияға ұшырап қалмауында. Контакты де бәріңіз болдыңыздар ғой. Үйде жас бала болса дереу міндетті түрде дәрігерге қарату керек. Үй ішінің бәрі дезинфекциялануға өткізілу керек, деп дәрігер қолын спиртпен жуа бастады. Сонда бұл кептерді сіздер тірідей өртейсіздер ме? Әрине. Бізде жүзеге асады. Енді бұл өмір сүре алмайды ғой. Өмір сүрумен өзгелерге зиян тигізеді. Айттым ғой сізге. Қарап, сараптама жүргізгенімізге ақысын төлеңіз, деп дәрігер шалт қимылдай бастады. Кемпір ұзақ үнсіздіктен кейін дәрігерге ақы пұлын төлеп, соңғы рет кептерге көзін салды. Ол да осы сәтті нақа сезгендей, кетіп барасың ба, құтқаршы мені, тірідей өртелем бе, дегендей құқ-құқ деп мойны бұратыла қанатын сабалады. Бұдан артық тұра алмай кемпір сыртқа тез шығып кетті.
Үй ішіндегілерге көк кептер жайы баяндалғанда бәрі де үнсіз қалды. Көңіл күйлері түсіп кетті. Кішкентай Сымбатты көк кептер ауруханада қалды, емделіп тәуір болған соң ұшып келеді деп бәрі алдап қойды. Құстардың да ауруханасы болады ма, онда мені апаршы, деп тақылдап мазаны ала бастағанда әжесі терезеге қарап, қойшы күнім, бір күн ұшып келеді деп сенімін серпілтуден таймады. Жұманың шуақты күндерінің бірінде далаға серуенге шыққан 6 жасар Сымбат үй шатырынан дүркірей ұшқан бір топ кептердің арасынан көк кептерді көріп қуанды. Әже, алақай, әне біздің көк кептер ұшып келіпті, үйді тауыпты, деп алақанын шапалақтап мәз-мейрам болды. Секіріп өзі де ұшқысы келіп кеткендей сыңайда. Әже, сен ғой жазған. Дәрігерге апардың, ауруханаға салдың, деп әжесінің мойнына асылып бетінен құшарлана қайта сүйді. Әжесі теріс айналды. Ей баламай, пенде бола тұра, құйтаққандай құс өміріне қорған бола алмаған адамдарды сен білмей-ақ қой, деп жеңіл күрсінді. Дәрігерлік пунктте қорғашы деп құқылдап енді бір сәтте тірідей өртелетін көк кептер көз алдынан кетпей тағы бір айналып өтті.